Армысыздар ма, қадірлі менің тыңдармандарым. Бүгін мен сіздерге құны алтынмен парапар ала тікен атты дәрілік өсімдікпен таныстыратын боламын. Бұл дәрінің құны алтынмен парапар дейтініміз бар. Неге? Өйткені бұл өсімдік латын тілінен аударғанда хепер, бауыр, протеска, қорғау деген мағынаны береді. Яғни бауырды қорғау деген мағынада жұмсалады екен. Бұл өсімдік біздің Қазақстанда да көптеп өсіріледі. Міне, жапырағына қарасаңыздар, жапырағы бақбаққа ұқсайды. Дегенмен, бақбақтың жапырағы жұмсақ балғын болып келеді. Оны кез келген салаттарға қоса береміз біз. Ал бұл өсімдікті қоса алмаймыз. Өйткені бұда майда тікендері көп. Кәдімгі кактустың тікенегі сияқты майда тікендері көп. Тікендері жапырағында да, сабағында да кездеседі. Бірақ тікені бар болғанымен, бұл өсімдікті керегімізге жұмсап, тікендерін қолымызға кірсе де жуып, кептіріп алатын болсақ, бұл өсімдік бауыр ауруларының кез келген түрін 100% айықтыра алады. Бауыр ауруларынан 100% айықтырады. Енді ала тікен орыс тіліне аударылғанда расторопша деген мағынаны береді. Кәдімгі аптекадағы сатылып жатқан расторопша осы ала тікен. Бұл екі түрлі болып келеді. Бұл оңтүстік аймақтарда, шөлейт аймақтарда өсетін расторопша мынау тұрған ала тікен. Бұл біздің Қызылордадағы өсіп тұрған жері. Содан барып суретке түсіріп алдым. Бұл шөптесін өсімдік 1 немесе 2 жылдық болып келеді. Қазақстанның шөлді аймақтарында өсірілетіні майдалау, фиолетовый гүл ашады. Ол биіктігі 14-30 сантиметр болады. Ал таулы аймақтарда өсетін ала тікен 1,5 метрге дейін жетеді. Жапырағы да, тұқымы да, бойы да биік болады. Енді ол ақ гүл ашады. Таулы аймақтарда өсетіні аппақ гүл ашады. Енді бұл мен оны алып келгенім, жуып, кептіріп қойғаным, әбден сахарлап кеуіп қалды. Бұларды мен мынадай ыдысқа салып қойып қоямын. Сосын алып шай ұқсатып демдеп қоямын. Негізі термосқа демдеп қойған жақсы, сонда ол шығып тұрады. Сол кезде құйған кезде сүзіп алып құясыз. Анандай бір шайнектер болады ғой өзі. Шәмпесін алып қалатын, дәл сондай шайнекке құйып аласыз да, іше бересіздер. Негізі бұны 3 мезгіл ішкен жақсы. Таңертең таңертең болсын, түсте болсын, кешке болсын, астан жарты сағат бұрын ішіп аласыздар. Дәмінің қышқылдығына, басқасына қарамай ішіп алатын болсаңыздар, бауырды керемет емдеп шығатынына көздеріңіз жетеді. Енді бұл ауру туралы тағы не айтуға болады? Бұл ала тікен шөбі. Бұл ала тікен шөбінде макро, микро элементтердің барлығы бар. Атап айтатын болсақ, А, Е, Ф, К, В дәрумендері бар. Сонымен бірге бұл өсіп тұрған өсімдігін алып келген кезде майдалап, турап, кептірмей, майдалап, турап, үстіне жылып тұрған кішкене сұйық майды құйып қоятын болсаңыздар, жылы май, енді өте жылы емес қой, қалай айтады, мысалға пиязды қуырған кезде пышырлап пышырлайды ғой, бір сондай сияқты қыздырасыздар ғой. Дәл сондай қызған кезде мынау турап қойған ала тікеннің үстіне құясыздар. Сөйтіп біраз уақыт сода қалдырасыздар. Содан кейін сүзіп аласыздар да спирттен босаған қоңыр бутылкаға құйып қоясыздар. Сол құйып қойған майды 3 мезгіл ішсеңіздер болады, 2 мезгіл ішсеңіздер де болады. Бір шай қасықпен 2 немесе 3 мезгіл ішіп отырсаңыздар, бұл да сол бауыр ауырғанға, басқа да ауру түрлеріне ем болады. Енді осы майда, сіздердің турап қойып, үстіне жылы күйінде құйған майыңызда кальций, калий, магний, темір, цинк, хром, селен, йод бар екен. Бұл ат айтып тұрғандай соншама витаминдердің қосындысы болғандықтан, бұда барлық витаминнің түрі сол күйінде сақталады. Енді бауыр ауруларының барлық түріне емдедік. Одан бөлек бұл ұйқы безі қабынғанда жақсы шипасын береді. Яғни панкреатит дейміз ғой, варикозда, қант диабетінде, полиартритте, өтке тас байланған кезде, уланған кезде,
химия терапия алғаннан кейін ұзақ уақыт дәрі-дәрмек қабылдағаннан кейін мысалы 3 ай 6 ай дәрі-дәрмек қабылдауға мәжбүр болатын аурудың түрлері болады. Мысалы туберкулездің кезінде ұзақ уақыт ем алған кезде сосын бір шамалы демалатын уақыт болады. Сол кезде осы шөпті ішсеңіздер қайнатып емес демдеп, сол кезде жақсы нәтиже береді. Сонымен бірге қолданылу жолын айттым. Енді бұның қарсы көрсетілімдері де жоқ емес. Атап айтатын болсақ, енді противопоказаниесіне келетін болсақ, психикалық ауруы бар кісілердің қолдануына болмайды. Обострение, қандай да бір аурудың обострениесі кезінде пайдаланбаған дұрыс. Және де организмде фосфор мен кальций көп болатын болса, бұл өсімдікті пайдаланбаған жақсы. Яғни бұл фосфор мен кальцийдің көп екенін қайдан білеміз? Ол үшін міндетті түрде витаминдер, қандай витаминдер жетпейді, қандай витаминдер менде көп деп анализ тапсырсаңыздар болады. Қан тапсырасыздар, сол кезде сіздерге жазып береді, мына витамин бар, мына витамин жоқ деп. Соның ішінде фосфор мен кальций егер де организміңізде көп болса, онда бұл шөпті пайдаланбағаныңыз жақсы. Сонымен бірге аяғы ауыр келіншектер пайдалануға болмайды. Сонымен бірге бала емізіп жүрген аналарға қолдануға болмайды. Және қандай да бір шөпке аллергиясы бар адамдар пайдаланбау керек. Сонымен бірге эндометриозбен ауыратын әйелдер, маткада миома болса, омырауда рак болатын болса, маткада рак болатын болса, яичникте, шейкада рак ауру анықталған болса, бұл шөпті пайдаланбаған жақсы. Сонымен бірге 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Тіпті 14 жасқа дейінгі балаларға да шамалы байқап көп бермей аз-аздан беруге болады. Бірақ өте көп қолданудың қажеті жоқ. Өйткені организм әлі дұрыс қалыптаспаған, қандай да бір зиян тиюі мүмкін. Сонымен бірге көрсеткен майда-майда тұқымдары бар, сол тұқымдарында байқап пайдалану керек. Сонымен бірге қалай ішетінін айттым. Енді сіздерге айтатыным, жергілікті жердің өсімдіктерін пайдалану біздің денсаулығымызға жақсы әсерін тигізеді. Тек ерінбей бару керек, алу керек, жуу керек, кептіру керек, демдеу керек, сосын ұмытпай ішіп жүру керек. Кейбіреулер бір күн ішеді, 3-4 күн ұмытып кетеді, сосын есіне түскен кезде ішеді. Өйтіп жүретін болсаңыздар, ем нәтижелі болмайды. Қай кезде нәтиже береді? Үзбей пайдаланған кезде нәтиже береді. Егер де менің айтқан ақпараттарым сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Егер де осы уақытқа шейін менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписаться деген батырманы басып қойыңыздар. Өйткені мен сіздерге әлі талай көптеген емдік, дәрілік өсімдіктер туралы видео түсіретін боламын. Денсаулық біздің ең бағалы қазынамыз. Сондықтан денсаулыққа аса мән берейік. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолды бірге іздейік. Амандықта болайық. Сау сәлеметте болыңыздар. Қадірлі менің тыңдармандарым. Бізді қазақша ала тікен болғанмен, латын тілінен аударған кезде бауырды қорғаймын деген мағынаны білдіреді екен өзі. Атауының өзі. Сондықтан бауыр ауруларының барлығын кез келген түрін емдеуге көмектесетін дәрі. Бірақ енді әрине өте қатты асқып тұрған кезде ішуге болмайтын шығар. Обострение болып тұрған кезде енді ішуге болмайды. Ол кезде дәрігермен кеңесесіздер. Ал егер де жаңағы жеңіл-желпі түрі болса, енді ішуге болады. Негізі дәрігермен кеңесіп көруге де болады. Осындай расторопша ғой негізі аты. Расторопша деген шөп. Расторопшаны ішуге бола ма? Таза шөп күйінде ішуге бола ма деп сұрау керек дәрігерден. Егер де болады ішуге деп консультация алған жақсы, қанша дегенмен сөйтіп барып ішкен дұрыс. Сондықтан осы жергілікті жердің өсімдіктерін пайдаланған жақсы. Өзіміздің жерімізде көптеген дәрілік шөптер бар. Тек соны өз пайдамызға жарата білсек болғаны. Бұлар дәріханада сатылып жатқан емдік шөптерден бірде-бір кем түспейді. Дәл сондай құрамы жағынан, дәл сондай өсімдік. Сондықтан пайдамызға жаратайық. Деніміз сау болсын, ауырмайық, сау болыңыздар. Ала тікен өсімдігі. Бұл айттық, таулы аймақтарда да өсіріледі. Олардікі бұған қарағанда әлдеқайда биік болады, жапырақтары ірі болады, тұқымдары да ірі болады.
мынау біздің шөлейт жақтағы өскен ала тікеннің жаңағы несі, тұқымы да, бойы да, жапырағы да жіңішкелеу болып келеді, әрі бойы да аласалау болып келеді. Бірақ емдік қасиеті жағынан екеуі де бір-бірінен кем түспейді, бір-біріне жақын екеуі де. Сондықтан пайдаларыңызға жарасын, ем болсын, ауырмаңыздар. Өзіміздің жергілікті жерде өсіп тұрған шөптерді дәрі ретінде пайдалансақ, бұл біздің организмімізге де жақсы сіңеді. Өйткені бізбен бірге өсіп тұрған нәрсе, біздің елімізде бізге жақын өскен нәрсе бізге жақсы сіңеді. Ол ғылыми түрде дәлелденген нәрсе. Сондықтан аптекадағы расторовший деген шөп, осы шөп дәл. Осы өсімдіктен жасалған, дәл осылай алған шөп. Тек кептірген кезде күннің көзіне қоймасаңыздар болды. Күннің көзіне қойып кептіретін болсаңыздар, көп жаңа құнды нәрселері кетіп қалады. Біріншіден, екіншіден бұл жапырағы сарғайып кетеді күннің көзінде. Сондықтан көлеңке жерде қоя салсаңыздар тез кебеді. Мен енді бұны шөп дәрі ретінде қыстың күні қолданатын боламын. Бұл жаңағы атап айтқандай өте қымбат дәрі болып саналады. Пайдаларыңызға жарасын. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар.